Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен осындай керемет булочка рецептімен бөлісетін боламын. Бұл видеодағы негізгі фишкаларды жіберіп алмау үшін мұқият соңына дейін видеоны қараңыздар. Ең алдымен сүтті ыстық қылып ыдысқа құямыз. Үстінен қалған ингредиенттерді видеодағыдай бір-біреулеп салып араластырамыз. Екі рет еленген высший сорт ұнымыздың үстіне сұйық массамызды құямыз және де осы лопатканың көмегімен жайлап араластырамыз. Тағы 2 қасық ұн қосып араластырамыз. Енді аз-аздан ұн себіп, жаңағы қамырымызды илейміз. Үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Енді осылай шпательдің көмегімен сырттан ішке қаратай отырып, барлық қамырды жинап, осылай илейміз. Үстінен 2 шай қасық уксусымызды салып, тағы да шпательдің көмегімен илейміз. Барынша тез-тез қимылдауға тырысамыз. Енді бірыңғай нағыз формаға келтіру үшін 2 ас қасық майды құйып, жақсылап қолмен илейміз. Ыдысымыздың астын сәл-сәл майлап, осылай қамырымызды саламыз және де бетін пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. Қараңыздаршы, қандай керемет, осылай биік болып асып-тасып көтеріліп шығады. Оны азмен деп басып, тағы да жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Екінші рет тағы көтерілу керек. Міне, қамырымыз енді дайын. Қатты тақтайдың бетін кішкене майлап, қамырымызды түсіреміз және де жайып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды жағып аламыз. Мак себеміз, қалсаңыздар қант сеуге де болады. Осылай екі жағында ішке қаратай бүктейміз.
Осылай шпательдің көмегімен 12 штукка немесе 16 бөлікке бөліп аламыз. Міне дайын бөліктерді енді осылай айналдыра отырып бір-біріне жабыстырамыз. Осылай листке теріп, тағы 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді бетіне жұмыртқаны жағып, және де безендіру үшін мак себеміз. «180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шықты. Енді ыстық кезінде бал немесе сироп құйып, булочкалардың бетіне жағып шығамыз. Осылай видеодағыдай жұп-жұмсақ керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.